Сәлеметсіңдер ме балалар? Бейнелеу өнері технология сабағы жүргізуге дайын болды. Бүгінгі сабақта қағаз илегінен туынды жасау тәсілін үйрететін боламын. Сабақ басталмас бұрын сендерге қағаз кеп туындысы туралы қысқаша мәлімет бере кетейін. Қағаз кеп туындысы дегеніміз ертеден бері жалғасып келе жатқан негізгі қолөнерінің бірі деуге болады. Қағазды негізінде желім немесе жаңқумен араластырып алып, үгіту не қабаттастыра жабыстыру арқылы түрлі бейне үлгісін жасауды айтамыз. Ерте заманда діни наным сенімге байланысты Құдайдың мүсіні және діни әрекеттерді көрсететін сан бейне арналған бетпердені қағаз илегінен жасаған екен. Ең алдымен бізге қажет сабақ жабдықтарымен таныстырып өтейін. Ең алдымен ағаш желімі, гуаш, акрил бояуы немесе су бояу, маркер, торсық, торсықтармен қатар тазалық қағазы, аз мөлшерде өсімдік майы қажет болады. Және де қайшы, қағаз пышақ, басқа да технология сабағына қажетті құрал жабдықтарды керектенеміз. Сендерді қауіпсіздік ережелерімен де таныстыра кетейін. Құрал жабдықтарды өз қажеті бойынша пайдалануымыз қажет. Өткір жүзді ұшталған құралдарды бір-біріңе бергенде абай болыңдар. Бір-біріңе қайшы, қағаз пышақтарды лақтырып беруге болмайды. Сонымен қатар арнайы шалғыш шалып жұмыстаған жөн. Енді сабағымыздың алғашқы кезеңіне көшейік. Бізге қағаз илегі керек болады. Қағаз илегін дайындау ретімен таныс болайық. Ең алдымен қағаз, баспа қағазын ұсақтап, жыртып ыдысқа саламыз. Үстіне ыстық су құйып, 40-тан 50 минут аралығында бұқтырамыз. Бұқтырылған қағазды қолымызбен мыжып ұсақтаймыз. Одан кейін бұқтырылған қағаздың суын сүзіп төгеміз. Бұқтырылған қағаздың үстіне ағаш желім қосып, араластырып илейміз. Мен кішірейтіп ұсақталған қағазды дайындап әкелдім. Бұқтырылған қағаздың үстіне желім қосайық. Енді қолмен жақсылап илеп, иін қандыруымыз керек. Иі жақсы қанып, илек болуы тиіс. Осылай қағаз илегіміз дайын болды. Келесі әрекетіміз торсықтың ауыз жағын және төп жағын кесіп, кеп болдырып, пайдаланып, кесе жасап көрейік. Торсықты кесіп дайындап келгем. Торсықтың кесілген аузына қағаз илегін нығарлап саламыз. Ал мына торсықтың түбінен алынған кебімізге илегіміз жабысып қалмауы үшін аздап өсімдік майын жағамыз.
Осылайша майды жағып алдық. Бұқтырылған қағазды аздап алып, кептің ішкі жағына жақсылап нығарлап, жапсыра майдалап тарату керек. Өте қалың болмауы тиіс. Қағаз қалыңдығы 0,5-тен 1 см қалыңдықта болғаны дұрыс. Өте қалың болса, кебу үшін көп уақытты қажет етеді. Өстіп, жақсылап басып, майдалап, кепке келтіру керек. Осымен біреуі дайын болды. Енді торсықтың төп жағынан алынған кебімізге нығарлап саламыз. Жақсылап басып, кедір-бұдыр қалдырмай майдалаймыз. Бұл қағаз илегімізді 2-ден 3 күн жақсылап кептіруіміз қажет. Осылай біздің кептірілген кебіміз дайын. Кепті ыдысынан шығарып алу үшін қағаз пышақпен шетін қуыстап қырып, итеріп тез шығуына мүмкіндік жасаймыз. Сосын келесі жағындағы тығынын алып, итеріп шығарып аламыз. Осылай қағаз илектен істелген кесеміздің үстіңгі жағы дайын болды. Түбін де дәл солай қағаз пышақпен шетін қуыстау арқылы шығарып аламыз. Егер де алынбай жатса, сыртындағы торсықты пышақпен кесіп шығарып алуға болады. Кесеміздің түп жағы да дайын болды. Бұл екеуін қосу арқылы кесеміздің бейнесі шығуы керек. Мұғалімдерің желіммен жабыстырсын. Қандай желім керектенуге де болады. Кесеміздің негізгі пішіні шығып келді. Енді кесенің ұстағышын істеуіміз керек. Батым қағаз және жұқа қағазды қабаттап пайдалануға болады. Мен батым қағаз пайдаланып, кесенің ұстағышын істейін. Ұстағышын жабыстырып, ұстағышы бар кесе болдырайық. Енді бояу әрекетіне көшейік. Өз қалаған өңдеріңмен бояп сәндеулеріңе болады. Мен сары өңді таңдадым. Бояуды сұйылтып, араластырып алып, бір келкі жағып сәндеуіміз керек.
Осылайша қағаз електен жасалған кесемді бояп біттім. Сендер осылай тағы басқа да өңдермен түрлендіріп бояуларыңа болады. Ал енді мен өзім дайындап сәндеп әкелген кесемді сендерге көрсетейін. Мынау менің қағаз електен істеген кесем. Сендер өздерің бұдан басқа пішінмен істеп, басқа өңдермен бояуларыңа болады. Сонымен қатар гүл ыдысын, қалам, қарындаш салғыш, бетперде сияқты нәрселерді істеулеріңе болады. Үлкен торсықты пайдаланып қағаз елек арқылы мынандай киіз үй істедім. Бүгінгі сабағымызда қағаз електен қандай нәрселер істеуге болатынын көрсеттім. Балалар, сендер сабаққа кіргенге дейін қағаз електен бір немесе екі бейне үлгісін жасап келіңдер. Қыр жерлердегі балаларға ағаш желімі табылмаған жағдайда ұннан жасалған жаңқу пайдаланып қағаз елегін дайындауға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңа рахмет.